Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Міне бүкіл Қазақстанды су басып жатыр. Политика ғой табиғи апат дейді ана. Анау маймаң етіп ернін бояп барып анау. Бұл енді табиғи апат дейді. Атаңның басы табиғи апат. Тиісті дайындықтарды жасамағандықтан қолдан жасалып отырған апат. Бұл оқиға Қытайда да болды. Бірденке миллион Қытай суға ағып кетті. Сол кезде жаңа Қытайды өркендеткен, кейін екі тізгін бір шылбырды қолына алған, бірақ сол кезде әлі де Маузидонның қол астында, Маузидонның қаупінде, үрейінде жасап жатқан Қытайдың премьер-министрі болған Дэн Сяопин деген шал болды. Сонда Банчау дейтін су тоспасы, су толып, кемерінен тасып, апаттық жағдайда тұрған кезде Дэн Сяопин сол мәселенің алдын алмай қойды. Неге? Ол Мауға қарсы еді. Ана тоспа жарылсын, миллион Қытай өлсін, сосын халық билікке қарсы болсын деп отыр. Сол заманда сол оқиғаны алдын алуға 100% мүмкіндігі бар еді. Міне, 75 жылы тамызда болған оқиға. Банчау деп іздесеңіздер, бүкіл ағылшын тілді ақпаратта шығады. 1975 Банчау дам фейлер дейді. Банчау дамы, орыстар дамба дейді, ағылшындар дам дейді. Міне соның фейлер болу, жарылуы. Көрдіңіздер ма? Бұл 75 жыл болды. Тура сол сияқты. Қолдан жасалды. Сонда Дэн Сяопинге бір емес 100 мәрте телефон келген. Естімеске салған, жауап бермей қойған. Сонда мажаң ойнап отырып алған. Тоспа жарылғалы жатыр, халықты көшірейік па дегенде. Var. Шапай деген. Карта тастаңдар деп ойнап отырып алған. Неге? Ана Маудың атына халық наразы бола түссін деп. Тура қолдан сөйтіп адамдарды өлтірді. Міне, 75 жылы 8-9 августта болды. Хэнан провинциясында болды. Міне, көрдіңіздер ма? Ал өлген адамдар 240 мыңнан асты дейді. 62 тоспа құлатылды дейді. Ал сол өлген адамдардан кейін зардап шегушілер 10,75 миллион. Яғни 11 миллионға жуық адам туыс-туғаннан айырылды дейді, және аурумен ауырды дейді. Өлген адамның өлігі сасиды ғой. Мына апат әлі басы, қазақтар. Енді бұл апатта өлген дала аңдары, киіктер, өлген адамның мәйті сасиды. Содан кейін неше түрлі жұқпалы ауру келеді. Жұқпалы ауру тарай бастағанда қолдан ауру таратады. Сосын Қазақстан қырылып қалады. Жартысын Қытайға сатады, жартысын Ресейге береді. Қазір бүкіл мұнай өңдейтін зауытты Ресейге беріп қойды. Уранды Ресейге Тоқаев беріп қойды. Маңызды мәні бар өндіріс ошақтарының бәрін Ресейге беріп қойды. Тоқаев атаңның басына тигірма. Тоқаев қазақ халқын ұлт ретінде жоятын ең сұмырай адам болған отыр. Отырсыңдар алданып, аңқау қазақтар. Ол Қытайға жайдан жай барған жоқ. Қытайдан ақша алып, ертең мен қашып барам, маған саяси баспана бер деп отыр. Саяси баспана бер деп отыр. Политический беженсий болған отыр ол Қытайда. Неге? Қытайдың талабын сұрағанын бәрін Шығыс Қазақстанның беріп қойды. Қаншама кеніңді Қытайға беріп қойды. Ураныңның біраз бөлігін Қытайға беріп қойды. Визасыз режимге беріп қойды, Қытайды кіргізіп жатыр. Міне, қалың байсыз қатыны бар, анау бар, мынау бар, қазағы бар, қазақ емесі бар, келімсегі бар, Қытайға байға тиіп, бытырлап, туып жатыр. Ертең сен оны қазақстандық емес дей алмайсың. Шешесі Қазақстан азамат. Азаматтықты алып жатыр. Отырсың. Ойлайсың, Америкада не жүрсің, саған не керек? Мен Америкада жүрмін. Менің, төрттілігім сай, жағдайым жақсы, өзім рахаттанып, қалаулым, қаулайлым деп жүрсем жүре берем, қазағым оу. Елге обал бопты ғой, деп. Бір $1000 жылуымды атайсап жылаған елге есеп шотыңды берші мә деп. Ар-бер ұшқан самолетте $1000 беріп қойып жүре берсем жүре берем. Мен күйгеннен айтып отырмын.
Мен күйгеннен айтып отырмын. Міне, мына ел, қазақ дейтін халық аман қалама, қалмай ма, соны уайымдағаннан айтып отырмын. Ашынғаннан айтып отырмын. Сондықтан мына қақы деген нәрсені түсіндіріп жатқаным сол. Қақы. Әкеңнің қақы бар ма деп тұрып сұрайды ғой қазақ, Міне, сол қақы деген нәрсе құқық, right. Әкеңнің қақысы бар ма дейіне міне деп қазақ біреумен бір қазақ бірдеңкеге керілдескенде айтады ғой. Сол қақыларыңды сұрамайсыңдар ма? Тоқаевтың әкесі мына елді бұға мұрагерлікпен беріп, сен патша бол деп мұрагерлікке беріп қойып па? Халық қараптан қарап қырылып жатыр міне. Үйлері суға кетіп жатыр. Отыр ел. Жылу ата, анау көп атапты, мынау аз атапты деп. Бір тиын жылу жиюдың керегі жоқ. Онсыз да жоқшылықта қиналып отырған халық. Онсыз да аштық пен жоқшылық, кедейшіліктің, кредиттің ең ауыр соққысын көріп отырған халық. Онсыз да жұмыссыздықтан қиналып жүдеп отырған халық. Енді сен оны апат болған халыққа жылу ата дейсің. Маралдық боп салайсың. Мықты болсаң бәлен миллион атамайсың ба дейсің. Ол халық несін атайды? Бүкіл Форбесте қазақтың 162 миллиардері тұр. Жер шары күйінде 8 миллиард адамзаттың ішінде алдыңғы қатарда тұр. 162 миллиардер тұр. Ол 162 миллиардердің ақшасы бүкіл Африка құрлығын бағуға жетеді екен. Бүкіл африкалықтарды сендер жатыңдар, аң аулама, сен қасқыр аулама, сен жолбарыс аулама, жат. Мен таңертең, күнде таңертең саған жаңағы сүттеп, қаймақтап, бауырсақтап шай берейін. Кеште 5 бармақ, түсте 5 бармақ берейін. Жат деп бағуға жетеді екен. 162 миллиардтың ақшасы бүкіл жер бетіндегі аштықта отырған 2 миллиард халықтың мәселесін шешуге жетеді екен. 162 миллиардердің ақшасы Қазақстандық 162 ұры қарақшы, ұрлық жолмен, қарақшылық жолмен аяқ астынан көріп байыған 162 миллиардердің ақшасы бүкіл Қазақстанның әрбір халқын. Анау Қызылорданың құмында жатқан, барса келместің құмында жатқан әрбір жоқшылықта өмірде доллардың иісін иіскеп көрмеген, қағазын ұстап көрмеген қазақты миллионер жасауға жетеді екен. 162 миллиардердің ақшасын, 162 қазақстандық миллиардердің ақшасын бүкіл қазақ халқына бөлсе, әрбір қазақ миллионер болады екен. Ал қарапайым кредитке байланған, үйінің кредиті, машинасының кредиті, оқуының кредиті, жұмыс таба алмай, азық түлік үшін қазір Каспий голдпен кредит алып отырған қазақты неменеге моральдық тұрғыдан бопсалап, қазағың қиналып жатыр, жылу ата дейсің? Неменеге бүкіл медиада, бүкіл мемлекеттік сайттарда әртістерді біреу мақтап, біреу жақтап, ана бәленше 100 мың атап, 100 мың атағаның сенің гонорарыңның түк емес, неге миллион атамадың деп, біреу ақтап жақтап отыр. Ол әртіс 100 мың атай ма, 100 мың теңге атай ма, 100 мың доллар атай ма, онымен бұл апаттың грамм қатысы жоқ. Грамм қатысы жоқ ол әртістің. Бұл талқыланатын тақырып емес. Бұл талқыланатын тақырып емес, қазақтар. Әдейіге назарларыңды сол әртіс 1 миллион атаса, сен апаттан тез құтылатын құсап, ол надандығынан, жаңағы шық бермес шығай байлығынан 100 мың теңге атағандықтан сен апатта қиналып жатқан сияқтан бүкіл теманы, бүкіл веб-сайттар, бүкіл әлеуметтік желіні, бүкіл тиктокты, бүкіл инстаграмды әдейі осындай дауға аударып отырған кім? Анау инструкторлар, анау биліктің, мына халықтың идеологиясын меңгеріп отыратын шайтандар. Сөйтіп халық бүйтіп, алып кетеді, бүйтіп. Ана бүкіл Алтайда орманда өрт кетіп, бүкіл қазақтың орманда қырылып жатқанда, ана бір есер соқты, ана шаш шектіріп, көлік айдатып қояды. Бүкіл ел кетеді. Бүкіл апат болып жатқанда, ана бір Бишімбаевтың қатынын айуандықпен өлтіргенін көрсетіп қояды. Тура ол видео басқа кезде емес, сол кезде жарияланады. Неге?
Бүкіл ел судың ішінде жатып бүйтіп, судың ішінде кеңірдекке дейін су қырылып жатыр. Ойбай, құтқарыңдар деп жатыр. Телевизорда Бишімбаевты көріп жатыр да. Кеңірдекке дейін су, бірақ көргені Бишімбаев. Бүкіл Қазақстанның депутаты бір Бишімбаев. Бүкіл облыс аудан әкімдер бір Бишімбаев. Бүкіл министрлер бір Бишімбаев. Тоқаевың да Бишімбаев. Бүкіл Қазақстандағы шенділер бір Бишімбаев. Сен қай Бишімбаевқа таңырқап, қай Бишімбаевқа жағаңды ұстап қатынын өлтіріпті дейсің? Олардың бәрі өлтіргіш. Олардың бәрі кісі өлтіргіш. Олардың бәрінің қолында қазақтың қаны бар. Бір Бишімбаевқа таңырқама. Бәленбай мың Бишімбаев сахнада отыр, телеарнада отыр, радиода отыр, газетте отыр, парламентте отыр, министрліктерде отыр. Бәрі Бишімбаев. Қазақтар, ойланыңдар.